Қазақта арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сөз бар. Бұл сөз капиталист экономикасының атасы Адам Смиттің құн сипаттамасының қазақшасы деуге болады. Мынадай бір мысал берейін. Қазақтың құдалық дастарханында тамақтың түр түрі, сый-сияпаттың түр түрі болады. Бірақ дегенмен де алтын күміс тақпады деп ренжіп кететін жағдайларда болып жатады. Осындай дастарханнан нанды емес, алтын күмісті алғымыз келетін себебі алтын күмістің айырбастау құнын ескергенімізден. Екінші мынадай бір мысал берейін. Жолға шықтыңыз дейік, жолға жететіндей азық түлігіңізді, сусыныңызды, суларыңызды алып, қоржыныңызға салып жолға шықтыңыз. Белгілі бір себептермен айдалада шөлдің ортасында қалдыңыз. Азық түлігіңіздің бәрі таусылған, су жоқ. Сол кезде алдыңыздан алтын күміс шыға береді, бірақ алтын күміске қарамайсыз, су іздейсіз. Бұл жерде алтын күмістің айырбастау құны жоғалды, қолдану құны қалды. Енді су іздей бастайсыз. Алдыңыздан шыққан бір бөтелке су алтын күмістен құнды болады. Алдыңыздан тағы бір таба нан шықты, оны алдыңыз. Әр 5 минут сайын енді су мен нан шыға беретін болды. Бірақ әлі шөл даладасыз. Сол кезде сіз жетіп алғанға дейінгі керекті су мен нанды аласыз, содан кейін қалған бөлігіне көтергеніңізше алтын мен күмісті аласыз. Көбінесе алтынды аласыз. Бұл жерде күмістен гөрі алтынды алатын себебіміз мүмкіндік құнын есептейсіз. Яғни алтын күмістен қымбат. Нарықтық экономикада пайданы бір нәрсе үшін қанша төлей аласыз, сонымен өлшенеді. Ал біздің жаңағы ең баста әңгімеміздің басында берген құдалық сценариіміздағы пайда бұл көтеріңкі көңіл күй, қуанышпен бөлісу және пайдалы қарым-қатынас. Ал шөл сценариясында арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Ал жайма шуақ өмірде құнды әркім өзі белгілейді. Не құнды десең, өмірде сен үшін сол құнды. Өмірде пайда деген тек зат үшін ғана қолданылмайды. Ол біздің қажеттіліктеріміз, керек заттарымыз, құнды деп тапқан құндылықтарымыз және осыларға ие болу үшін жұмсаған уақытымыз бен ресурстарымыз арқылы өлшенеді. Ал шөл далада қалған жағдайда алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп өлшенеді. Осындай қазақтың мәнді сөздер туралы видеоларды көргіңіз келсе, Ес Сөз каналына жазылып қойыңыз.